менің видеоларымды қарап алып, вообще лайк баспайды. Болды өлемін. Или былай болады. Zefrix пен Thrasher бірге бір шығады. Немесе M8M мен Zefrix бірге бір шығады. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Zefrix. Давайте, достар, осы видеоны қарамай жатып, просто лайк басып, төменге комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздерші, по-братски просто. Бүгінгі видеода біздер деген Free Fire'дағы персонаждардың дауысын қайталайтын боламыз. Жаңа персонаждар бар, сөйлейтін, солардың дауыстарын айнытпай мен қайталайтын боламын. Ал егер де осы видео ұнаса, міндетті түрде просто лайк басып кетіңіздер. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Renderforest.com. Ең бірінші біздің персонажымыз ол Алок болады, және де біз қазір оған Алокқа телефон соғып, оның дауысын еститін боламыз, достар. Қалай сөйлейді екен жалпы ол? Так, мен оның нөмірін білемін. Так, нөмірін теріп алайын. Так, все, звонок кетті. Я, звонок кетіп жатыр, достар. Алок алсын. О, Алок, ассалаумағалейкум, қалайсыз, жақсысыз ба? Алок, мен подписчиктерге видео түсіріп жатырмын, сол подписчиктер сенің дауысын сұрап еді, сол бір сөйлеп жіберсең. Chegou a hora. Solta o som. Все, рахмет, сау болыңыз. Все, достар, біз дейтін Алоктың қалай сөйлейтінін тауып алдық, және де мен оны таза айтып қазір аударып прямо әдемі етіп беретін боламын. Ой, біреу соғып отыр ғой что-то. Алло, да, мен ғой Алок. Саған бірдеңе айтқым келіп отыр. 1xbet дейтін сайтты білесің бе? Ол арқылы Zefrix деген промокодпен барсаң, саған 35 мың теңге бонус береді екен. Сен де кіріп, төмендегі сілтемеге өтіп, өзіңнің бонусыңды алып кетсең болады. Рахмет, Zefrix. Алок дейтін өзімен өзі келіп алып, 1xbet рекламат етіп кеткен қалай кетті. Ладно, достар, комментарияның бірінші сілтемесінде тұрады, соған кіріп, Zefrix TV промокодын жазып кетейік Алок айтқанда. Ендеше біз Алоктың дауысын дәл сөйтіп салып көруге тырысатын боламыз. Егер де дәл солай болатын болса, комментарияға өзіңіздің пікіріңізді қалдырып кетіңіз, достар. Шиуауа, солды сол. Туф, прям дейтін Алок қой мынау деген, прям Алоктың дауысы ғой, ё-моё. Достар, хотя бы бір ұқсады ма, ұқсастық бар ма? Соны пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Ал ендеше біз келесі персонажымызға хабарласайық. Келесі біздің персонажымыз Натора мен Альфаро, яғни екеуі бір үйде тұруы мүмкін, сондықтан да мен қазір бірінші Натораның нөмірін тауып алайын, содан кейін барып Натораға хабарласамыз, қасында Альфаро бар ма екен, соны сұрайтын боламыз, достар. Так, достар, мен Натораның нөмірін таптым. Так, шеріп жатыр. Все, кетіп жатыр, звонок кетіп жатыр. Так, кетіп жатырған секілді, қазір алатын болар деп ойлаймын. Так, неге алмай тұралшы, еще ма. Так. Вау, телефон алдыңыз ба әйтеуір? Қалайсыз, жақсысыз ба? Сіздің дауысыңыз маған керек еді ғой. Үйде кім бар жалпы? Альфаро бар ма? Екеуіңіз бірге сөйлеп айта қойсаңыздар, маған видеоға керек болып жатыр еді. Айтып жібере аласыздар ма? Let's go full throttle. From the ashes I rise. Все, достар, ема, не деген қиын тіл мынау деген, а? Ё-моё, осыны қазір мен дейтін барымша сіздерге айтып көруге тырысамын. Егер де ұқсамай жатса ренжімеңіздер, енді мен тілім ондай болмағандықтан мен оны таза айта алмаймын деп ойлаймын, бірақ та барынша тырысып көрейін. Let's go for fire. Не істеп кет. Let's go for fire. Ё-моё, достар, максимально айтқаным осы, енді бұдан артық айта алмайтын сияқты. Мүмкін тілім жаттықтыра берсем айтатын болармын, бірақ та максимально қазіргі айтып тұрғаным осындай. Ну, хотя бы құтталса ұқсаса, комментария жазып кетіңіздер. Енді Альфароның дауысын салып көрейік. For them issues I rise.
Мінеге достар, максимально салғаным осы. Енді ағылшынша тілім кішкене келмегендіктен кішкене қателіктер болатын шығар. Бірақ та кішкене болсын, прям құттай болсын ұқсайды деп ойлаймын. Өзіңіз ол үшін пікіріңізді қалдырып, төменге лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Келесі персонажымызға кеттік. Біздің соңғы екі персонажымыз, олар Итан мен Келли болады. Олардың өкінішке орай менде номерлері жоқ, сондықтан да мен олардың бұрынғы видеоларынан дауыстарын алып, прямо көретін боламын. Енді солардың дауыстарына тілімді келтіріп көрем максимально. Сондықтан да осы видеоға лайк басып, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз дауыстарын істеп көрейік. Let's warm up. There are no limits. Let's warm up. Oh my god! Достар, байқағандарыңыздай, Итанның дауысын мен өкінішке орай сала алмадым. Егер де сіз сала алсаңыз, менің давайте ВКонтактеме салсаңыздар болады, яғни голосовыймен жіберіп, бәріңіз де осы Итанның дауысын салсаңыздар болады. Мен міндетті түрде соны қарап, ютубқа скрин жасап, осы баланың дауысы айнымайды екен деп, прям сөйтіп сообществоға салатын боламын достар. Мен білмеймін, 1000 рет қайталадым, бірақ та бұл сөзді айту менің тіліме келмеді. Вообще ол сөз құлағыма тез жаттай алмай қалып жатырмын тіпті. Сондықтан да осы видеоға лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Осымен осы видео аяқталды достар. Осы видеоға міндетті түрде прямо менің еңбегім үшін просто лайк басып кетсеңіздер, мен қатты қуанатын едім. Және де подписаться етуді ұмытпаймыз. Бұйырса дейтін 100 000 деген біздің мақсатымыз бар. Так что міндетті түрде лайк басамыз, каналға тіркелеміз. Ал ендеше біз видеомызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Давайте.